Шымкентте соңғы жылдары бір қауіпті үрдіс байқалып жүр. Кейбір уағызшылар қазақтың өз салт дәстүрін харам деп жариялап, ұлттық мәдениетті дінге қарсы қоя бастады. Домбыра тарту, сәлем салу, беташар, наурыз. Ғасырлар бойы қазақ болмысының бөлігі болған дүниелерді әлеуметтік желілерде күмәнді адамдар күнә деп көрсетуге тырысады. Бұл тек діни сауатсыздық емес, бұл ұлттық кодты бұзу. Қазақтың дәстүрі мен ханафи ислам бір-біріне қайшы емес, керісінше бірін-бірі толықтырады. Дәл осы мәселені біз бүгінгі подкастта ашық талқылап, шымкенттік жастар неге мұндай пікірлерге сеніп қалатынын, кім және не үшін дәстүрді харам қылуға тырысатынын бірге сараладық. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бізде подкаст дін мен дәстүр үйлесім бе деген тақырыпта сөз өрбітетін боламыз. Бүгін бізде қонақта Бегетай Әмірбек, Шымкент қаласындағы Әл-Муслим мешітінің бас имамы, және Жүсіп Рамазан, Ордабасы мешітінің ұстазы. Қош келдіңіздер студиямызға. Қош көрдік. Жаңа жоғарыда айтып өткеніміздей, бүгінгі тақырыбымыз дін мен дәстүр үйлесім бе деп аталады. Яғни дәстүрдің дінмен сабақтастығы жайлы сөз қозғайтын боламыз. Алғашқы сұрақ, қазақ дәстүрі ислам дінімен қаншалықты тығыз байланысқан? Тарихи және қазіргі уақыттағы байланыстарын айтып өтсеңіздер. Барлық мақтау Алла Тағала болсын, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға Алла Тағаланың игілігімен сәлем болсын. Қош көрдік, рахмет бүгінгі осындай бір керемет сұхбатқа шақырғандарыңызға. Жалпы қазақтың дәстүрі, жалпы қазақ болғалы бері бұл исламмен өте тығыз байланысты. Неге? Өйткені білесіздер, пайғамбарымыз ислам дінін алып келгеннен кейін, біршама уақыт өткеннен кейін, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін сахабалар бар, сахабалардан кейін табииндер бар. Олар қаншама жерлерге исламды тарату үшін, исламның жалауын көтеру үшін көптеген елдерге өздері не істеді? Келіп сол жерде исламның туын тікті. Сол елдердің қатарында біздің жерімізге де, біздің елімізге де білесіздер, сондай бір Атлах шайқасының кезеңдерінде сондай арабтар мен үлкен Қытай, яғни сондай үлкен империяның арасында соғыс болып, сол кезеңдерде біздің елімізге де, жерімізге де ислам келді. Сол ислам келгелі бері біздің ата-бабаларымыз ол дінді құшақ жая, былайша айтқан кезде қарсы алып, ол біздің өзіміздің салт санамызға, біздің табиғатымызға сай келеді деп ислам дінін естеді, қабылдады. Әрине ол уақыттарда көптеген бір процестер жүрді, бірақ дегенмен де осы ислам діні қазақ даласында өркендеп өсу, даму үстінде болды. Оны біздің көптеген хандарымыздан да байқауымызға болады. Неге? Өйткені хандарымыздың көптеген аттарының өзі бір ислами есімдермен естеледі, байланысады. Енді дәстүрге келетін болсақ, әрине қазақтың дәстүрі бұл исламмен тығыз байланысты. Біз исламды дәстүрді исламнан бөліп қарастыра алмаймыз. Неге? Мысалы, жай ғана бір мысал келтіретін болсақ, кішкентай баланың құлағына азан шақырып ат қою, қарап отырсаңыздар. Неге? Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінде келеді. Фатима анамыз, яғни дүниеге Алиұлы Хасанды дүниеге алып келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сол жаңағы Хасанның құлағына барып азан шақырылғандығын естеледі, айтылады. Біздің қазақ сол негізде не істейді? Баланың құлағына азан шақырады. Енді баланың құлағына азан шақырудағы ең негізгі мақсаттардың бірі, яғни бала жаңадан туылған кезде ең бірінші ол баланың еститін сөзі жақсы болсын дейді. Қараңыздар, жақсы болсын, ол Алланы, пайғамбарды иманды болсын, елінің, жерінің жанашыры болсын деген секілді мағынадан естиді, солай құлағына азан шақырып қояды. Бұл да біздің дін мен дәстүрдің ұштасып тұрғандығын білуімізге болады. Одан бөлекте әрине көптеген жаңағыдай пайғамбар сүннетімен сай келетін біздің дәстүрлеріміз көп. Соның бірі тахник жасау дейді. Яғни тахник жасау деген кішкентай балалардың аузына үлкен сондай елдің алдында жүрген, елдің қамын ойлап жүрген, ел үшін, жер үшін қызмет етіп жүрген сондай бір үлкен батырлар болсын, хан билер болсын, кішкентай балалардың аузына не істейтін болған? Түкіретін болған, кішкене түкіріп солай ырымдарын жасайтын болған. Бұл да пайғамбардың
сүннетінен алынған амалдардың бірі. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сондай бір кішкентай баланың аузына кішкене өзінің құрмаға түкірігін жағып не істейтін болған, аузына солай жасайтын болған. Бұл да біздің дін мен дәстүрдің сабақтастығын аңғаруға болады. Бұдан бөлек қазір енді айтып өтеміз, алла қаласа, өте көп дәстүр мен діннің байланысы бар. Керемет. Алып қосарыңыз бар ма? Бисмилля, альхамдулиллах, роббил алемин. Барлық мақтаулар Аллаға тән болсын. Алла баршамыздан разы болсын. Мінекей бүгінгі тақырып бұл қазіргі елдің алдындағы ең негізгі тақырыптардың бірі. Дегенмен де бұл дін мен дәстүр бұл егіз ұғым, қатар ұғым. Дінді бөлек немесе жаңағыдай исламды бөлек, дәстүрді бөлек қарастыруға болмайды. Расымен де бұл егіз ұғым екендігі бұл тарих куә. Бұрынғы біздердің ата-бабаларымыз осы ислам дінінен нәр алып, соны өзінің жаңағыдай еліне дұрыс түсінікті болу үшін өздерінің тілдерінде ол нәрсені насихаттағанда. Біздер қарап тұрсақ, қазақты біздер жаңағыдай оқымаған деп те айта алмаймыз да, бәлкім. Шынымен қарап тұрсақ, қазақ даналыққа тұнып тұр. Қайсы бір Жапан далада жүрген бір қазақ ата-бабаларымыз болсын, олардың өміріндегі жаңағыдай жасап жүрген дәстүрлері түбінде бір исламның несіне барады, басына барып тіреледі. Ол жерден аят хадис бастау алады. Аят хадистің жаңағыдай астарында ол өзінің ұстанымдарын жаңағыдай өмір сүріп жүреді солай. Енді қарап тұратын болсақ, біздер айтамыз, бұрынғы атамыз, біздердің бабаларымыз жомарт болған. Ол жомарттықты олар қайдан алды? Қасиетті Құран аяттарынан алды. Бала шағасына тәлім тәрбие беруде, бесікте жатып, оған сонау батырлардың жыр-дастандарын оқып беретін болғанда, мәселен, бұның бәрі қазір біздер өзіміздің бала тәрбиесіне келетін болсақ, енді ол да өзге негізгі актуалды мәселелер ғой. Өзіміздің жаңағыдай артымыздан қалатын ұрпақ болғаннан кейін, елдің болашағы болғаннан кейін, біздер ол үшін қам жеуіміз керек та. Ал енді сол біздер үшін нығмет болып берілген нәресте болсын, ұрпақтарымызды кезінде ата бабаларымыз, ата әжелеріміз бар. Олар бесікте жатып бұл нәрсені қаяқтан түсінеді деп ол айтпаған да. Шынымен де мен де өзімде қатты ойланам, жаңағыдай қазір біздер өзіміздің бала шағамызға бір нәрсені айтатын болсақ, бұл қаяқтан түсінеді деген ойлар келеді ғой, бір жаңағыдай, баламды кішкентайынан бастап, олар жаңағыдай жырдастан қаяқтан білсін, қолына телефон беріп қоямыз деген секілді. Бірақ олар өздерінің жадында болып, жаңағыдай руханиятпен кезінде жырдастандарды айтып, оларға үлкен насихатпен өсірген. Бесте жатып, бүкіл өмірді не істеген оларға баяндап берген ғой. Сол секілді де көптеген дүниелерді естіп жатамыз. Бұл қазақтың жаңағыдай даналыққа толып тұрғандығын мынандай бір нәрсемен де дәлелдей аламыз да біздер. Кезінде сырттан келген, ол кезде енді киіз үйде тұрды, сырттан келген кісі киіз үйдің сыртына қарап, ол жерде жұқпалы ауру болып жатқандығын да білетін кездер болған екен. Қызыл шүпірек байлап қоятын болған екен, жаңағыдай қателеспесем. Ол жерде бір жұқпалы ауру болып жатқандығын бір көрініс екендігін, тіпті өзіміздің бұрынғы аталарымыз, әжелеріміз болған болса, енді ол кезде өздерінің қыздары болып, келіндері болып, солардың жүзіне қарап та, олардың не үйленгенін, не тұрмыс құрғанын, тұрмыс құрмағанын, ажырасқанын деген секілді, ажырасқан болмаған ол кезде. Бірақ қанша ол перзент барына дейін білген екен да, қазақ даналыққа тұнып тұрған. Сондықтан бұл өте егіз ұғым екендігі бұл айдан анық. Керемет. Кішкене қосып өтсем тағы да, жалпы дін мен дәстүр деген кезде қазір қоғамның ішінде әртүрлі ой пікірлер бар да. Жалпы дәстүрдегі белгілі бір мысалы біздің қазақтың дәстүрі болсын, немесе басқа әлемдегі әртүрлі елдердің дәстүрі болсын, ол ислам шариғатын ұстанатын елдер болсын, соның ішінде мысалы Құранға, пайғамбарымыздың сүннетіне және адамдар дұрыс деп тапқан нәрсеге қарсы келмеу керек дәстүрдің. Бұл жерде біз сол мағынаны дұрыс түсінуіміз керек. Егер ол Құранға, сүннетке немесе адамдар дұрыс деп таппайтын болса ол нәрсені, онда ол да бір дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деген нәрсе бар ғой. Біз ол жағында қайта қарауға тура келеді дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Сол қайта қарап кішкене сол жағынан реттеуге тырысуымыз керек. Және жаңа дәстүрге байланысты қазақтан мынандай бір керемет сөз бар. 13-те отау иесі дейді. Балаға біздің қазақ жастайынан жауапкершілікті беріп өсірген негізі. Енді қарап отырсаңыздар, кеше бір үлкен бір кітапта оқып жатырмыз. Сол жерде былай деп жазылады.
киіз үйдің ішінде үлкен ақсақалдар отырып үлкен мәжілістер жасайтын болған біздің аталарымыздың. Сол мәжілістерде өте сондай бір өнегелі, халықтың, елдің пайдасы үшін сондай бір жақсы нелер айтылатын болған, сұхбаттар айтылатын болған. Сол кезеңдерде қарап отырсаңыздар, кішкентай 10 жасар, 12 жасар балаларды солардың қолына су құйғызуға не істейді, кіргізеді, тамақ ішеді, тамақтанғаннан кейін су құйғызады. Сонда не үшін ол балаларды кіргізеді деген кезде, сол балалар сол жерде жас болса да әлі 10-12 жастағы, 13 жастағы бала болса да, сол аталардың, ата-бабаларымыздың жаңағы үлкен ақсақалдардың айтып жатқан әңгімелерін кішкене ғана болсын естіп қалып, одан кейін ол 13-те отау иесі, яғни елді бір алдыға бастай алатын, елді не істей алатын, басқара алатын сондай бір үлкен азамат болып өседі дейді. Қарап отырсаңыздар, мысалы Сұлтанмахмұт Торайғыров атамыздың өзі 27 жасында дүниеден өтсе де, бірақ арқасында сондай өшпес із қалдырды, дүниелер қалдырды. Мысалы біздің жасымыз қазір шамамен сондай болатын болса, Сұлтанмахмұт атамыз арқасында қаншама өлеңдерді қалдырып кетті. Өрмелеп шығып күн болам, күн болмағанда кім болам деген секілді сондай үлкен істерді алып кетті. Сондықтан біз бұл жерде түсінетін нәрсеміз, дәстүрді, дінді егер біз жетік меңгеріп солай оқитын болсақ, онда жаңағы жауапкершілік жаспен емес, жаңағыдай немен өлшенеді ғой, енді жауапкершілікпен, сол нәрсені қолға алумен өлшенеді. Сондықтан да осы жақтарын тереңірек ұғынуымыз керек. Керемет, өте жақсы түсіндіріп өттіңіздер. Жалпы дін мен дәстүрдің сабақтастығы өте тығыз байланысты екен. Десе де кейбіреулер қазіргі уақытта дінді дәстүрге қарсы қойып, немесе дәстүрді дінге қайшы қойып жатады. Бұлардың жалпы бұндай шығу не себептен деп ойлайсыздар? Бұндай мәселенің шығуы кейбір дінді дұрыс жеткізе алмаудан ба, жоқ әлде кейбір дін атын жамылған бір теріс ағымдардың пиғылынан ба? Мысалы айтатын болсақ, дәстүрді дінге қарсы қойып отыратын деп жатқанымыз, кейбір енді бұл жерде бір теріс ағымның өкілдері деп ойлаймын оларды. Себебі мына қазақтың дәстүрі исламға қайшы, мына дәстүр исламға қайшы. Бірінші кезекте жаңағы өздеріңіз айтпақшы, дін мен дәстүрді бөлуге болмайды дедіңіздер. Десе де оны бөліп алып тұрып, бірінші дін, одан кейін дәстүр деп тұрып айтатындар да бар. Ал соған қарай тағы бір қарама-қарсы жақ пайда болады дағыны, не үшін дін жаңағындай бізге дәстүрімізден биік тұру керек, діннің өзі біздің дәстүрімізді жойып баратыр деген пікірлер қалыптасып жатыр. Бұған не дейсіздер? Енді қазір қоғамда әрине әртүрлі пікірлер бар. Жалпы әлемнің өзін алып қарайтын болсақ, әлемдегі халықтың 85% ол дін ұстанады екен. Ол мейлі ислам болсын, ол мейлі христиан болсын. Дін ұстанушылардың 85% әлемдегі халықтардың дін ұстанады. Демек, ол жерде әртүрлі көзқарас бар, әртүрлі ой бар, әртүрлі өздерінің пікірлері бар, бір-бірін қарама қайшылық бар деген секілді сондай көптеген заттар бар әрине. Бірақ біздің Қазақстанда да ол нәрселер әрине біз оны жоққа шығара алмаймыз. Өйткені байқалып жатады, кейбіреулер дінді дәстүрден бөліп жатады, біреулер дәстүрді діннен бөліп жатады деген секілді. Енді мысалы дәстүрді, қазақтың дәстүрін жоққа шығарып жататын қаншама топтарды да енді біз халықтың елдің ішінде жүргеннен кейін байқап жатырмыз. Енді олардың жоққа шығаруындағы ең негізгі мақсаты бұл бүгін немесе кешеден басталған жоқ. Ол сонау әрі қаншама тарихтан бері басталып келе жатқан үлкен бір жаңағыдай сондай бір қарама қайшылықтар. Енді білесіздер, жалпы Осман халифаты қаншама жылдар бойы осы ислам әлемінде өзіндік бір орнымен, өзіндік бір күшімен ислам әлемін не істеп отырды, ұстап отырды. Ол жерде қаншама халифаттар өтті деген секілді. Былайша айтқан кезде күллі араб мемлекеттерінде өзінің уысында ұстап, сол халифатты ұстап отырды. Енді сол араб мемлекеттерінің жалпы ішіндегі белгілі бір жаңағы әртүрлі діни теріс ағымдар шықты сол замандарда. Енді олардың айыптайтын нәрсесі түркілікті кейде не істеп жатады, айыптап жатады. Түркілікке байланысты енді бізде өзімізде түркі халықтары деп айтып жатамыз. Оның ішінде Қазақстан бар, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркия деген секілді сондай мемлекеттер бар. Солардың кейбір дәстүрлерін не істеп жатады, айыптап жатады. Жаңағы діни теріс ағымдағы кейбір бидғат деген сияқты. Бидғат, мынау нәрсе шариғатта жоқ деген нәрсені не істеп жатады, айыптап жатады. Сол нәрседен әрине шығып жатыр кейбір түспеушіліктер. Бірақ енді жаңа жоғарыда айтып өттік қой, егер сол ғұрып, сол дәстүр, салт сана егер Құранға, сүннетке
және адамдар дұрыс деп тапқан сондай бір нәрсеге егер ол қарсы келмесе, ол нәрселерді пайғамбарымыз, тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар, өздеріңе және балаларыңа ғұрф дейді, яғни ғұрыпты не істеңдер дейді, үйретіңдер дейді. Бұл жерде де біз ол нәрсені түсінуіміз керек та. Сондықтан өгіз өлмейтін, арба сынбайтын дәрежеде біз дәстүрімізді жаңағыдай дінмен ұштастырып, халыққа кеңінен әрине түсіндіруге біз бәріміз бірдей не істеуіміз керек, атсалысуымыз керек. Демек, кейбір дін атын жамылған теріс пиғылды топтардың бұл шығарып жатқан іс-әрекеттері, шығарып жатқан іс-әрекеттері, өйткені қоғамда бөлу мақсаты болуы мүмкін, әртүрлі мақсаттар болуы мүмкін. Сондықтан сондай бір жерлерін тауып, сол нәрсеге не істеп жатыр. Жалпы кез келген ұлтты жою үшін бірінші оның дәстүрін жою керек қой. Содан басталады. Сол үшін осындай мақсатта болу ықтимал дейсіз ғой. Осы жерде қасиетті Құран аятында келтіреді Алла тағала. Астағфиру билля. Я аyyuhan-насу инна халақнакум мин закари ва унса ва жаалнакум шуъуба ва қабаиля лита'аррафу деп келтіреді. Осы жерде расында Алла тағала жаңағыдай адамды бір ер мен әйелден жаратты дейді. Одан кейін оларды ұлттар мен ұлыстарға, руларға бөлдік дейді да. Бірақ ендігі аяттың жалғасында жаңағыдай олардың ішіндегі жаңағыдай аят мағынасы қалай? Лита'аррафу, яғни бір-бірлеріңді тануларын үшін. Бірақ енді осылардың ішіндегі ең ардақтылары бұлар инна акрамакум индаллахи атқакум деп келтіреді. Мінекей. Ал енді осы жердегілер шынымен де Алла тағаланың құзырындағы осы рулар мен ұлыстардың арасында ең ардақтылары ол Алла тағаланың құзырындағы тақуалар деп келтірді. Енді жаңағыдай адамдар болғаннан кейін олардың өзіне сай дәстүрі бар, өзінің өмірлік ұстанымдары болады. Енді сол жолда олар не істейді? Бірін-бірін таниды, бірін-бірін танығаннан кейін өз-өздерін таниды, және өз-өздерін танитын ұлы жаратушыны таниды. Тану, білу бұл адам табиғатынан ол кішкентай кезінен байқалады. Кішкентай балам білесіз, әр нәрсені жаңағыдай аузына салып көреді, үйтеді, бүйтеді деген секілді ғой. Бірақ бұл негізгі жасалып жатқан қателіктер бұл ілімсіздік нәтижесінде келеді. Ілімді адам, ақылды адам ол нәрсені негізі жасамайды. Түсінікті, керемет. Жалпы мына жерде жақсы ашып алдық. Қандай жаңағы адамдар дінді дәстүрге, болмаса дәстүр дінге қайшы қояды дегенге орынды жауап бердіңіздер. Келесі сұрақ сіздерде мынандай, жалпы ислам діні толеранттылық дін ба? Жалпы толеранттылық дегеніміз бұл қоғамның кез келген дін ұстанатын, кез келген дінге сабырлылығын қарап, оларға құрмет көрсету деген сияқты. Осы толеранттылық ұғымы ислам дінінде қаншалықты қарастырылған? Енді жалпы толеранттылық деген нәрсе бұл кез келген адамның діни наным сенімі болсын, ол кісінің жаңағыдай ұстанатын салт санасы болсын, сол нәрселердің барлығына әрине құрметпен қарау, яғни төзімділік таныту, былайша айтқан кезде. Енді Қазақстанда қаншама діндер бар, енді ресми ақпараттарға сүйенсек 4000-ға жуық діни бірлестіктердің 18 конфессиясының өкілдерін естеп жатыр, өзара тату-тәтті өмір сүруде, Аллаға шүкір әрине. Бұлардың барлығы, яғни неден басталады? Сол дінді, исламды ұстанатын азаматтарға құрметпен қарау, немесе христиан дінін, әртүрлі діндерді ұстанатын азаматтарға не істеу, құрметпен қарағанның нәтижесінде қазір еліміз Аллаға шүкір не болып отыр? Тыныштықта, бейбітшілікте, бір-біріне құрмет ретінде өмір сүріп жатыр. Енді діни толеранттылық бұл исламның шеңберінде алатын болсақ, енді тарихтан айтайын мен, иншалла қазір әбекеңде кішкене Құран аяттарынан мүмкін түсіндіріп өтер. Тарихтағы мағынасына қарайтын болсақ, пайғамбарымыз білесіздер, Меккеде 13 жыл бойы исламды жаяды, исламды түсіндіреді. Одан кейін 13 жылдан кейін 10 жылға жуық Медина қаласында не істейді? Исламды түсіндіреді. Енді қарап отырсаңыздар, сол Меккеден Мединаға хиджрет еткеннен кейін басқа елге келді ғой, былайша айтқан кезде, басқа ортаға, басқа қалаға келді. Сол жерде тұрғылықты тұрып жатқан нелер бар, адамдар бар. Сол жерде тұрғылықты өмір сүріп жатқан белгілі бір діндер бар. Мысалы, сол Медина қаласында қаншама иуди дін, яғни еврейлер не істеп жатты, сол жерде өздерінің өмірлерін сүріп жатты. Ал пайғамбарымыз сол жерге келгеннен кейін оларға не істеген жоқ? Олардың бір діни наным сенімдеріне
зорлық зомбылықпен, күшпен, жек көрінушілікпен діндеріңді өзгертіңдер деген нәрселерді пайғамбарымыз еш уақытта не істемеген, айтпаған. Бірақ оларға исламды ұсынған, қабыл алғандарын әрине өздеріне жаңағыдай исламның деңгейінде не істеген, қосқан, өздеріне қабыл алмағандарын олардың діни наным сеніміне не істемеген, тиіспеген. Оларға құрметпен қараған. Және оның өзінің жанындағы сахабаларға да не істеген, бұйырған. Бұларға не істеңдер, діни наным сеніміне, салт санасына, салт дәстүрлеріне байланысты құрметпен қараңдар. Оларға былайша айтқан кезде артық нәрсе жасамаңдар деген. Жаңағы сол келісім шарт әліге дейін негізінен сақталған деп айтып жатады. Сол келісім шарттың шеңберінде егер де сол біздің қаламызға, біздің тұрғылықты жерімізге басқа жақтан бір жау шапса, немесе басқа жақтан бір күштер ықпал етіп жатса, онда бәріміз біргеміз дейді, қараңыздар. Бәріміз бірігіп өзіміздің туған жерімізді, елімізді не істейміз, қорғаймыз деген келісім шартқа отырады. Біз бұл жерден де не істеуімізге болады, яғни діни толеранттылықты байқауымызға болады. Яғни пайғамбарымыз бүкіл нәрсеге төзімділікпен, сондай бір хикметпен қараған. Немесе басқа бір елдерге енді ғазауаттарда көп болды ғой, қаншама елдерде жаңағыдай ашылулар болды. Сол кезеңдерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабалары болсын, не істемеген, кейде халықтың ішінде әртүрлі түсініктер бар ғой, ислам күшпен тарады, ислам қарумен тарады, ислам сондай бір соғыспен тарады деген, зорлық-зомбылықпен. Әрине қаншама әскерлер нелер барды, бірақ ол жерде не істемеді, бірінші ұсынады. Исламды қабылдаңыздар, осындай Алланың бір екенін мойындаңыздар, пайғамбарды мойындаңыздар деген секілді сондай ұсынылады. Оның ішінде үлкен қарттарға, әйелдерге ештеңеге тиісілмейді деген секілді сондай өзінің ішінде әртүрлі нелер бар. Сол кезеңдердің өзінде пайғамбарымыз не істемеді, сахабаларына бұйырған кезде исламды ондай бір күшпен қолданумен, жек көрінушілікпен таратпаудың не істеген, бұйырған. Бәрін мейіріммен, көркем мінезбен, сондай бір жақсылықпен исламға шақыруды бұйырды. Сондықтан да біз осы тұрғыдан да не істеуімізге болады, діни толеранттылықты байқауымызға болады. Осы жерде тағы бір сұрақ қойып жіберейін, жалпы толеранттылық пен зайырлықты егіз ұғым деп жатамыз ғой. Біздің мемлекетіміз Қазақстан Республикасы зайырлы демократиялық мемлекет. Жалпы зайырлы қоғамда жаңағындай өзге діни сенімдерді, нанымдарды, өзге ұлттарды кемсітпей, оларды Қазақстанның Республикасының азаматы ретінде қарау деген бар. Десе де кейбір жат ағым демей-ақ қойын, жалпы дін ұстанатын кейбір жастарымыз айтып жатады, болмаса үлкен кісілер, біздің мемлекет ислам діні ғана болу керек, сол дін аясында бізде жаңағы басымдық болу керек деген сияқты. Кейде осы өзіміздің зайырлы мемлекет ұғымына жаңа өзіңіз айтпақшы, білімсіздіктен ба, түсініспеушіліктен ба сондай ұғымдар туындап жатады. Жалпы зайырлы ұғымына, зайырлы білім алуға, зайырлы көзқараста болуға ислам діні қалай қарайды? Жақсы. Енді бұл зайырлық, толеранттық деп жатқан негізгі мақсаты бір да. Халықты, елді жаңағыдай ынтымақта, бірлестікте, ауызбіршілікте негізгі ұстану мақсатында осы екен. Біздер білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің көршілері болған, яһуди болған, отқа табынушы болған, оларға да зиян тигізбеген. Тарихқа сөйтіп көз жүгіртетін болсақ, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның өзі өзге ұлт өкілі былай тұрсын, Құдай жаңағыдай Алла жалғыз, оған құлшылық етіңдер деп жаңағыдай насихаттап жүрсе, оның насихатын тыңдамаса да, оған жаңағыдай теріс айналып кетпеген да, ол кісінің көрші ақысын берік ұстанған, онымен жақсы мәміле жасаған, оған зиян берілсе, оған зиян бермеген деп жатамыз. Ал енді осы жерден Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде біздерге мына нәрсені айтады: Астағфиру билла, ла икраха фид-дин. Дінде зорлық жоқ. Және тағы да Кафирун сүресі бар, баршаларыңыз білетін. Сол сүренің мағынасында да біздерге айтады, жаңағыдай ол кездегі жаңағыдай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам насихаттап жатыр. Алла Тағала жалғыз, жаңағыдай Алла Тағала құлшылық етіңдер деп жатса, ал енді оған қарсы келуші кәпір топтар да не істеп жатыр? Қысымын көрсетіп жатыр, оған бағынбай жатыр, айтқанына келіспей жатыр. Енді осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менің дінім өзіме, сендердің діндерің өздеріңе, мен өзімнің Құдайыма құлшылық етемін, сендердің Құдайларына құлшылық етпеймін, сендер де маған жаңағыдай алып келген дініме еру құлшылық қылатындарың шамалақ деп сондай аятын айтады. Сондықтан бұл
жаңағыдай зайырлық, толеранттылық дегеннің ұғымы тек жаңағыдай ауызбіршілікте ұстау. Бұның да маңызы өте жоғары. Енді қазіргі қоғамда біздердің қай діни бірлестік болмасын, өзінің жаңағыдай Қазақстан Республикасының Конституциясында қорғалған өзінің ар намысы деген секілді. Заң аясында жұмыс жасайды жалпы. Жаңағы енді сұрағыңызға байланысты, жалпы қоғамның ішінде енді әртүрлі азаматтар бар. Енді бір ізді бәрі біркелкі болса да болмайды ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның енді өзінің хадистері бар. Жалпы мен үмбетім сан алуан болуында бір жақсылық бар дейді. Қараңыз, бұл жерде біздің түсінетін нәрсеміз, мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, сендер олардың құдайларына тіл тигізбеңдер дейді. Қараңыз, кезінде енді Меккеде білесіздер ғой, қаншама 360-ға жуық, тіпті Кабаның ішінің өзінде қаншама пұттар болды. Олар соған құдай деп сыйынды, мысалы мүшриктерді, діннен алыс кісілер сол кезеңдердегі. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, қараңыз, сендер олардың құдайларына тіл тигізіп жүрмеңдер дейді, мұсылмандарға айтып жатыр. Бұл қазіргі бізге де айтылып жатқан үлкен бір сигнал негізі. Олардың құдайларына тіл тигізбеңдер, өйткені олар кейін Аллаға қарай қатты тіл тигізіп жіберуі мүмкін дейді. Қараңыз, көрдіңіздер ғой? Сонда қарап отырсаңыздар, кейде біз олардың бір наным сенімдеріне қарсы бір агрессивті түрде егер жауап беріп солай жасайтын болсақ, олар да Аллаға қарай қатты тіл тигізіп жіберуі мүмкін да. Сондықтан біз енді Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады ғой, дейді. Яғни Рахманның құлдары жердің бетінде сондай бір хауна деген, яғни кішіпейілдікпен жүреді дейді. Кішіпейілдікпен жүреді. Жахилуна қаулу салама. Яғни бір надандар келіп, білімсіздер келіп оларға қарсы бір қатты нәрселерді айтқан кезде оларға қарсы бір агрессивті түрде жауап береді деп жатқан жоқ. Қараңыздар, қаулу салама, Алланың сендерге сәлем болсын деп не істеп кетеді дейді. Сол жерде жаңағыдай талас тартыстан бас тартады дейді. Сондықтан енді шындығына келген кезде, әрине қоғам ішінде әртүрлі адамдар бар. Солар пікірлер айтқан кезде, әрине олардың пікірлеріне, олардың бүкіл нәрселеріне құрметпен қараймыз. Бірақ дегенмен де жаңағыдай Құранға, сүннетке немесе дәстүрімізге қарсы келетін нәрселер болса, біз енді оларды ол нәрселерден қайтаруға барынша не істейміз, тырысамыз. Түсінікті, керемет. Керемет, өте жақсы, бұл бойынша да жақсы түсіндіріп өттіңіздер. Келесі сауал, жалпы мен жаңағы зайырлық, толеранттылықты қозғау себебім, өздеріңіз де жоғарыда айтып өтсіңіздер, әртүрлі әлемде әртүрлі ұлт бар, әртүрлі дәстүр бар. Сол дәстүрге төзіммен қарау, олардың құндылықтарына құрметпен қарау, осы зайырлық пен толеранттылықтан туындайтын ұғымдар. Енді келесі сауал, жаңағы дәстүр демекші, біздің қазақы дәстүрімізде келін алғаннан кейін беташар жасау, сол беташарда келіннің сәлем салуы, оны жаңағы бетін ашқанда домбырамен жаңағыдай ән айтып, жыр айтып тұрып, домбырамен ашады. Осы жерлерін бізде кейбір бауырларымыз келіннің сәлем салуы харам, болмаса беташар деген жалпы дінге қайшы келеді деп жатады. Сондай-ақ домбыраны харамға шығарып жатады. Осы жерде біздің жаңағы айтып өткеніңіздей дін мен дәстүрдің үйлесімділігі дегенге қарама-қарсы шығып жатады. Осыған не деп айтасыздар, осы мәселе бойынша пікірлеріңізді айтып өтсеңіздер? Жалпы енді өзі қазақ болғалы бері білесіздер, енді өзіне тән дәстүрлері бар, салттары бар. Соның ішінде біз үшін бір өте бір мағыналы, ұғымды болған дәстүрлердің бірі бұл әрине беташар. Келінді өзінің түскен жеріне, еліне былайша айтқан кезде таныстыру. Енді қарап отырсаңыздар, келінді таныстырған кезде біз түсінуіміз керек, ол жерде келінді бір ашық-шашық киіммен немесе бір қоғамға бір ерсі қылықтармен не істемейді, таныстырмайды. Кез келгеніміз беташарға барып көрсеңіздер, келіннің беті жабық тұрады, былайша айтқан кезде ұзын көйлек, жанындағы жеңгелеріміз болсын, сондай бір ұзын көйлекте қазақтың дәстүрімен сондай бір орамалда жақсы белгімен тұрады. Біз сол жағынан дұрыс түсінуіміз керек. Енді жалпы шариғи тұрғыдан қараған кезде сәлем салу, бұл білеміз бір қазақтың дәстүрінде ізет құрмет көрсету. Мысалы, келін өзінің қайнатасымен қалай амандасу керек деген кезде қол беріп немесе жаңағыдай бет сүйісіп амандаспайды ғой шындығына келген кезде. Кішкене құрмет ретінде қайнатасына болсын, үлкен аталарына, қайнағаларына не істейді,
сәлем салып құрметін ізетін амандасу стилі былайша айтқан кезде біз сол тұрғыдан дұрыс қарастыруымыз керек. Әрине өзінің енесімен жаңағы жеңгелерімен былай амандаса береді, бірақ аталары, үлкен аталар келген кезде ол жас келін болсын немесе келіндер не істемейді, олармен амандаспайды. Енді бұған байланысты жалпы кейбір діни жаңағы теріс ұғымдағы топтар бұл адамға сәжде жасау деген секілді мағыналарда айтып жатады. Енді бұған байланысты Ибн Муфлих Аль-Мақтиси деген кісінің андай бір керемет өзінің түсіндіріп кеткен сөзі бар. Ол кісі айтады, жалпы адамға адамның сәлем салуы жайыз. Сәлем салуы, құрмет ретінде сәлем салу жайыз, рұқсат дейді. Бұған дәлел қандай деген кезде Ибн Омар, яғни Омар радиаллаху анхудың ұлы Ибн Омар не істеді? Шам еліне саяхат жасап барған кезде, Шам еліне барған кезде, енді билеуші ғой былайша айтқан кезде, сол жаққа барған кезде Шам еліндегі кейбір жаңағы адамдар бүйтіп бір сарайдың ішіне кіріп келе жатқан кезде бәрі тұрып иіліп не істеді дейді, сәлем салды дейді. Сәлем салды дейді. Яғни бұл бір енді Ибн Омарға қандай мағынада сәлем салды? Бір оған бір құлшылық ретінде, оған бір құдай ретінде сәлем салған жоқ қой. Қандай бәрі құрмет ретінде салды. Кейде мысалы өзімізде мысалы шын айтқан кезде мынау өзбек ағайындарды да байқап жатамыз. Енді біздің Шымкент қаласы жақын жерде тұрамыз ғой. Тіпті кейде ер адамдардың өзі амандасқан кезде не істейсің? Осылай қолыңды көкірегіңе қойып былай амандасасың. Басын изеу. Басты изеу кішкене осылай. Бұл нәрсе не бір құрмет ретінде да адамды өзі кез келген мәміле сәлеммен басталады ғой. Кім қалай сәлемдессе содан ары қарай мәмілесі басталып кетеді. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеден Мединаға хижрет етіп келген кездегі ең алғашқы айтқан хадистерінің бірі ашфус салам дейді. Сендер бір-бірлеріңе сәлем таратыңдар дейді. Амандасып жүріңдер. Ва туаймут туам немесе жаңағыдай бір-бірлеріңе тағам таратыңдар. Бұл жерде біз дұрыс түсінуіміз керек оның терең мағынасын. Яғни ол келген жұртына, еліне тезірек сіңісіп кету мақсатында не істейді? Солай сәлем салып, сол құрмет ата енесіне не істейді? Құрмет көрсетеді. Ол нәрсені біз бір құдайшылдық мағынасына шығару ол адамды деген секілді мағынада түсінбеуіміз керек. Осы тұрғыдан біз егер дұрыс түсінік қалыптасса, бізде ол нәрседе ешқандай не жоқ, мәселе жоқ. Түсінікті. Алып қосарыңыз жалпы осы сәлем салу, домбыра деген сияқты мәселелерді қазіргі уақытта кейбір бауырларымыз харам, дінде жоқ деп жатады. Осыған қалайсыз? Жаңағы беташтағы той деген мәселеге кішкене алып қосып жіберейін. Бұл өмір кеше басталған жоқ. Бізден бұрынға дейін ата-бабаларымыз болды, тәбиғиндер, сахабалар, пайғамбар заманында да бұндай жаңағыдай уақиға болған екен да. Анас ибн Маликтен жеткен радиаллаху анху хадисте былай дейді. Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сондай бір жұпыны жүделі күйде басы салбырап келіп тұрады дейді да. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам саған не болды? Ей Абдурахман дейді. Расулалла үйленген едім дейді ғой. Сонда онда некелерің хайырлы берекелі болсын деп дұға қылып, кейін артынша бір қой алып сойып болсын қонақасын беріп жіберіңдер, қонақ шақырып жаңағыдай ел жұртты жинап жаңағыдай кішігірім дастархан жайып жіберіңдер деген хадис бар екен. Сондықтан бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннет амал екен. Енді ол жиынға келген адамдар өзінің жақыны болады, өзінің туған туысқандары болады, мұсылман болады, ағайындары болады, мұсылмандар болады. Олар келіп не істейді? Дұға қылады. Дұғасында арасында жаңағыдай дұғасы қабыл болатын әулие кісілер болуы мүмкін. Қазіргі қоғаммен біз той деген кезде біз қазіргі той көз алдымызға елестейді ғой. Бірақ негізгі оның түпкі астарында ол жерге шақырып жаңағыдай өзінің кеңпейілділігімен дастархан жайып ол жерден бата алу, сондай қасиеттер бар. Ал енді келіннің жаңағыдай өзінің ата-енесіне, өзінің үлкен кісілерге сәлем салуы, бұл да жаңағыдай өзіміздің дәстүрімізде бар дүниелер. Енді қазір қоғамда сондай бір теріс ұғымдардың әсерінен жаңағыдай құдайға құлшылық еткен не болды, сәжде қылды деп жатады, рүку қылды деп. Бірақ рүку қылудың да өзінің шарттары бар да. Жаңағыдай қол тізеге бару керек, сосын жаңағыдай 90 градуста болу керек деген секілді шарттар, ол шарттарға сәйкес келмейді ғой. Ол өзінің ізеттілігінің, инабаттылығының көрінісі да. Ол нәрсе біздің ата дәстүрімізде бар дүниелер. Жаңағыдай алып қашпа әңгімелер, оның бәрі жаңағыдай бұл исламға қара жағудан шығады.
біздер қарап тұрсақ қазіргі басқа анау мәжуси немесе жаңағы отқа табынушы христиандар бүйтіп істепті деп айтқан сөзді естіген емессіздер ғой, иә? Ислам діні бұл хақ дін да. Ислам діні хақ дін. Сондықтан хаққа қара жағушылар өте көп болады. Басқа бір жаңағыдай христиан, иудаизмдер мынандай нәрсе істеп жүр екен деп естімейміз. Тек еститініміз мұсылмандар мына нәрсені істеп қойыпты деген. Сондықтан бұл нәрсе қалып жағдай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында да оған опық жеген, бірақ бұнымен олар жаңағыдай алла тағалаға ешбір зиян келтіре алмайды. алла тағала өзінің нұрын тәмамдайды дейсіз ғой. Енді осы тұста кішкене мен қосып өтетін жаңа беташар, той деген мәселелерді айтып жатырмыз ғой. Соның ішінде өте бір маңызды болған бір тақырыптардың бірі бұл баланың бір тәрбиесі, бала тәрбиелеу, баланың тәрбиесімен айналысу деген секілді. Пайғамбарымыздың кезеңінде мынандай бір керемет оқиға орын алды. Пайғамбарымыз бір күні кішкентай бала не істеді? Бір құрма бақшасына барып, сол құрма бақшасының үстінде құрмалар тұрады ғой, ағаштың үстінде, соған тас атып түсіріп жейді ғой жаңа жерде. Бәріміз бала кезде біреудің өзіңнің үйіңде алма бауы тұрса да біреудің үйінде барып алманы жеуге құмар боласың деген секілді ғой, қызық болады. Солай жеп жүр ғой, бала ғой, 10 жасар, 8 жасар бала. Солай барып жаңа жерде құрманы алып жегісі келіп алып жейді. Соны оның егесі байқап қояды, құрманың егесі. Егесі байқап қойғаннан кейін бір рет ескертеді, екі рет ескертеді, бала ғой енді алып жеп солай жүреді. Сосын жаңағы баланы қолынан ұстап пайғамбардың алдына алып келеді ғой. Ол кісінің де сондай бір даналығы да ол кезеңдердегі. Бірден өзі бір шешім қабылдап, баланы ұрып жіберіп, немесе бір қатты бір сондай бір сөз айтуға да болады, бірақ ол кісі үйткен жоқ та, қараңыз. Пайғамбар әлі тірі ол кезеңде. Пайғамбарымыз саллаллаху алдына алып келеді. Я Расулулла, мына кішкентай бала осылай жасап жатыр. Бұл бүкіл біз кейінгі келетін үмбеттердің бәріне өнеге болатын оқиға негізінен. Осы кішкентай бала осылай жасап жатыр дейді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху жаңағы кішкентай баланың мәмілесін қараңыздар. Бұл бала тәрбиесіне өте бір маңызды болған нәрселер. Жаңағы баладан сұрайды, не үшін жедің деп. Қараңыз, не үшін жедің құрманы деп. Сонда ол бала жай ғана андай бір ұрсу, түрін, қабағын шыту мақсатында емес, жанына отырып, сол баланың бойының көлеміндей дәрежеге түсіп, балақай, бұнай, балақай, не үшін бұл құрманы алып жедің дейді. Сонда жаңа бала сондай бір жылы жүзбен, жақсы мәмілемен сұрап тұрғаннан кейін бала шындығын айтады ол кезде. Қарным ашып кетті дейді, қараңыз, кішкентай бала ғой, қарным ашып кетті, сосын алып жедім дейді. Ал бізде кейде қоғам ішінде не істеп адамыз, бір ұрлық жасап қойса, бірден жазалауға, оны айқайлауға, түрімізді бұзып, қамшыға қарап деген секілді сондай нәрсемен айтқан екен, бала Құдайдан емес, әкесінен қорыққаннан кейін кейде не істеп жатады, өтірік айтып жатады, қорқып кеткен кезде бірден. Сөйтіп қарным ашып кетті дейді. Өйткені пайғамбар қалай жасап тұр, оған мәміле жақсы мәмілемен жасап тұр. Бұл бір баланың шындықты айтуына үйрететін әдіс екен. Негізі баламен жылы сөйлесу. Үйде мысалы кейде бір қабырғаларды сызып тастауы мүмкін. Сондай кездерде бірден ашуға берілмей, ол баламен кішкене диалогқа кіріп жақсы сөйлессек, ол бала шындығын айтады. Екінші пайғамбарымыздың амалы былай деп айтады, қараңыздар. Сен ол ағаштың басындағы құрмаларды емес, жерге түскендерін алып же дейді. Көрдіңіздер ғой, жерге түскендерін алып же дейді. Ана ағаштың басында пісіп тұрған алмаларды кейде піспеген алмаларды алып жейміз де, жердегісін жаңа жемейміз ғой. Сол секілді жердегісін алып же дейді. Енді бұл жерден шығатын хикмет қарап отырсаңыздар бала тәрбиесінде. Балаңыз үйде телефон ойнап отырса, кішкентай балалардың өзі қазір телефон ойнап отырады ғой. Демек, ол балаға басқа нәрсемен алмастыратын басқа нәрсені ұсыну керек дейді. Көрдіңіздер ғой? Ол баланың қолынан телефонын жұлып алып қоя салып, бірден алып қойып, ештеңе ұсынбасаңыз, ол балаға жақсы, дұрыс нәрсені. Онда ол бала қайтадан қайталай береді ол өз әрекетін, телефонды мысалды. Ал оған кел балам екеуміз әңгіме қылайық, немесе кітап оқиық бірге, немесе жүр велосипед айдап қайтайық деп басқа нәрсені дұрыс емес деп тапқан нәрсеңізге дұрыс нәрсені ұсынбасаңыз, ол бала бұрынғы дұрыс емес ісін қайтадан жалғастыра береді. Сол нәрсені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қараңыздар бізге үйретіп жатыр. Демек, жоғарыдағы емес, жердегілерді алып же дейді. Үшінші нәрсесі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы балаға қолын жайып не істейді, дұға етеді. Алла тағала мынау баламызға, осы сәбиімізге, бүлдіршініміздің өміріне береке бер деген секілді солай дұға етеді. Және біздің үшінші жасайтын балаға байланысты амалымыз не істеу екен, балаға дұға ету керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Әке шешенің баласына жасаған дұғасы қабыл дейді. Көрдіңіздер ғой? Демек,
осы сүннеттерді егер біз қоғамның ішінде дін мен дәстүрмен байланыстырып егер жаңғыртатын болсақ, онда ол бір бала тәрбиесіне де, баланың өтірік айтпауына, баланың дұрыс әрекеттерді жасауына және әке шешесінің дұғасын алған бала ол болашақта не болады? Өсіп өркендеген сондай үлкен азамат болып өседі иншалла. Иә, жалпы бұны біздің қазақ жақсы айтып өткен ғой. Елдің жаңағы наласын алма, батасын ал деген сияқты, иә. Дұрыс айтасыз. Одан кейін жаңағы біздің үлкен кісілерден бата алып кету бір іс бастайтын болса да, жалпы біздің үлкен ағаларымыз, әкелеріміздің, шешелеріміздің батасымен барып тұрып бастаған. Иә, бұның маңызы үлкен дейсіз ғой. Керемет, жаңа мәселеге байланысты өздеріңіз пікірлеріңізді жақсы білдірдіңіздер. Десе де мынау домбыра мәселесіне өзімнің бір алып қосарымды айтайын. Жалпы домбыра мәселесінде кейбіреулер харамдап жатады. Жалпы домбырамен менің өзім көрген бойымша бір ерсі нәрсе, жаңағы өзіңіз айтпақшы, келіннің қазақтың тойларында, беташарында бір ерсі нәрсе жоқ демекші. Домбырамен де бір ерсі нәрсе жасап, бір дінге бір қарсы қойып, болмаса біреуді билетіп жіберіп, біреуді бір ерсі нәрсе әрекет жасамайды. Домбыра қазақ жалпы, қазақ халқы бір сөзбен дауды шешсе, домбырамен бір күймен бір заманның қиыншылығын, болмаса бір дәуірдің бір кезеңді бір күймен ақ көздің алдына елестеткен. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ. Домбырамен мысалы термен айтқан өзінде де домбыраның үнімен жаңағы терменің ішіне кіріп, сол сюжетті бірге соның ішінде жүргендей болып әсер етеді. Жалпы осы мәселеде де кейбір жаңағы өздеріңіз айтпақшы, білімсіздіктен ба, жоқ әлде бір сондай бір қарама қарсы бір дау пікір туындату үшін ба, осы нәрселерді қозғап жатады, иә. Керемет, осы біздің сұхбатымыздың, жалпы подкастымыздың соңында сіздерден бір ұсыныс пікірлер болсын. Жалпы қазіргі уақытта жастарымыз мынау дінге көптеп бет бұруда, дінге қызығуда, жалпы осы дұрыс жолды, дұрыс дінді ұстану үшін, дәстүр мен дінді егіз ұғымды қатар ұстану үшін, жат діни ағымдарға қосылып кетпеу үшін, олардың ағымдарына, идеологиясына түсіп кетпеу үшін қандай ұсыныс пікірлер айтар едіңіздер? Өзіңізден бас. Енді жалпы неге мән беру керек деген сияқты жастарымыз? Негізінен әрине біздің айтатын нәрсеміз ол дұрыс адамдардан ілім, білімді, ғылымды үйрену. Аллаға шүкір, енді біз өзімізде жаспыз ғой, қазір көріп жатамыз қоғамның ішінде жастар ілімді болуға, білімді болуға, өз ортасында сондай бір лидер болуға әрине күллі жастардың көпшілігі ұмтылады. Ешкім былайша айтқан кезде қара жаяу емес. Бірақ сол жастар дұрыс жерден, дұрыс тәлім, білім, ғылыммен шұғылданып, сол дұрыс адамдардан алатын болса, онда ол ешқандай адаспайды. Негізінен адасып, қазір басқа топтарда жүргендердің көпшілігін қарайтын болсаңыз, олар көпшілігі былайша айтқан кезде әртүрлі ракурстан қарап көргісі келмейді. Бір мәселе туындады, болды. Сол мәселеге бір ғана шеңберде қатып қалады. Ол кезеңде адамнан не шығады? Әртүрлі бір агрессивтер шығуы мүмкін, әртүрлі бір қарсылықтар, қоғамға деген бір түспеушіліктер шығуы мүмкін. Сондықтан әртүрлі ракурстан не істеп қарай алатын сондай бір ойлы, дұрыс азаматтардан білім алуға шақырамыз. Жалпы дінді, білімді шынайы дерек көздерден. Осы білім демекші, сіз осы Қазақстандағы оқу орындарының айта өте аласыз ба? Енді діни салаға байланысты діни оқу орындарының ең алғы қатарында тұрған ол білесіздер, біздің Қазақстан Республикасы, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасындағы Нұр Мүбарак Египет Ислам университеті Алматы қаласында. Бұл жоғары діни білім алу үшін. Одан бөлек әрине 9-ға жуық медреселер бар. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен етене байланыс орнатып жұмыс жасап отырған сол медреселерден және Қазақстандағы барша мешіттерден ілімді, ғылымды, сол білімді үйренуге шақырамыз. Керемет. Одан бөлек тағы алып қосарыңыз осы неге байланысты? Біздер білдік жаңағыдай толеранттық, зайырлық, бұның барлығының мағынасы әйтеуір соңында түптеп келгенде ауызбіршілікке, ынтымаққа шақырады. Ал енді біздердің асыл дініміз исламның өзі де ұстанымы осы негізінде. Біздер осыны түсінуіміз қажет. Ал енді осы ислам біздер үшін осы өмірден келесі өмір барлық жаңағыдай үйретті деп айтамыз ғой. Расымен де
біздердің туылып арғы дүниеге барған сәттегі бүкіл хал жағдайымызды қасиетті Құран сөйлейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біздер үшін үлгі өнеге болды сол тұста. Ал енді қазіргі осы ислам дінінде жаңағыдай жат діни ағымдар, көзқарастар, түрлі жаңағыдай бағыттарға еріп кетпес үшін жаңағыдай дінімізді өзіміздің өз жауымыз көріп жатқан секілді дүниелерден біздер алыс ұстауымыз үшін тек қана белгілі бір қызметкерлер немесе имамдар ғана немесе ұстаздар ғана ода шамасы жете бермейді негізінде, бірақ енді оған сол қызметкерлер болып алла жолында өзінің бауырлары бар, өзінің отбасы бар, ата-анасы бар, барлығы осы нәрсені бұрынғы ата-бабаларымыз мынандай батыр болған десе біздер қуанып кетеміз жаңағыдай, ішімізде рух пайда болады. Сол секілді өзіміздің отбасымызда да отан отбасынан басталады деген секілді әркім өзінің отбасында жаңағыдай пайғамбар саллаллаху алейхи айтпақшы, бақташы болсақ, соған жауапты болсақ, ол менің ұлым, мынау менің қызым, ертең осы болашағы жарқын болсын деп оған насихаттар айтып отыратын болсақ, бұрынғы біздердің ата әжелеріміз де өсиет айтады. Қазір енді ол нәрсені айта бергенмен бір нәрсе болмайды, бірақ қазір расымен де өсиет айтатын кісілер қалмай бара жатыр да. Өсиетін ол өсиет деп жатқан өзінің бүкіл өмірін сол нәрсе түсінуі мүмкін да. Түйіні ғой, өзінің өмірлік түйіні, балам біреуге жаманшылық істеме, жаңағыдай жетімнің басын сипама, біреуге жақсылық жасасаң алдынан келеді деген секілді сынды өзінің өмір 40 жыл болса, 50, 60, 70 жыл болса да ол осы нәрсені түйді да өзінің өмірінде. Бірақ осы нәрсені де біздер өзіміздің бауырларымызға, әпке қарындастарымызға, өспелең ұрпаққа насихат қылып отыру бұл әрбір адамның борышы. Мінекей бұл тек имамдардың ғана емес, түрлі мұмен жүрегінде иманы бар мұсылман адамның ол өзінің жасайтын жаңағыдай насихаты болу керек. Керемет. Жалпы жауапкершілік бірінші отбасыдан болу керек. Одан кейін білімді, сенімді дерек көздерден алу керек дейсіздер ғой. Қазіргі ғасыр, жалпы 21-ші ғасыр технология ғасыр, қазіргі уақытта әлеуметтік желіден де жастарымызды сақтандыруымыз керек. Ол жерден де жаңағы дұрыс дерек көздерге сүйене отырып, осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан сөйлейтін имамдардың, болмаса ұстаздардың уағыздарын тыңдай отырып, басқа уағызшыларға мән бермеу керек дейсіздер ғой. Өте керемет. Құрметті көрермендер, бүгінгі біз подкастымызда жалпы қазақтың дәстүрі мен ислам дінінің үйлесімділігі, тығыз байланыстылығы жайлы айтып өттік. Сондай-ақ мынау еліміздің зайырлық, толеранттылық құндылықтарына қатысты да сөз қозғадық. Жалпы біздің мемлекетіміздің ең үлкен байлығы ол қоғамның тыныштығы, тұтастығы, бірлігі. Ал бұл тұста дін мен дәстүр үлкен рөл атқарады. Жалпы адам болғаннан кейін оған дін керек, ұлт болғаннан кейін оған дәстүр керек, құндылық керек. Ал осылардың барлығын бірімен қатарға ұстау ол әрбір азаматтың парызы. Сіздерге үлкен рахмет, студиямызға келіп, осы тақырыпта үлкен өздеріңіздің ойларыңызды айтып, керемет ұсыныс жасағандарыңыз үшін. Құрметті көрермендер, келесі подкастымызда кездескенше сау, сәлеметте болыңыздар. Сонымен біз қазақтың салт дәстүрі мен исламның арасында ешқандай қайшылық жоқ екенін дәлелдермен талдап өттік. Домбырада, сәлем салуда, наурызда халқымыздың табиғи мәдениеті, ал ханафи мазхабы әрқашан ұлттық болмысты құрметтеген. Жалған ақпарат беретін интернеттегі мамандардың сөзін емес, білімді дінтанушылар мен ресми дерек көздерді тыңдау маңызды. Дәстүрден бас тарту, өз тамырынан бас тарту, ал дінді бұрмалау қоғамды әлсіретеді.